Сәлем достар, сіздермен бірге мен Альбина. Бүгін мен сіздермен Әзірбайжан халқының өте дәмді, өте керемет, өте жұмсақ үлпілдеген ширин гогал бәліштің рецептімен бөлісемін. Ал сіздер қазақша контентті қолдап, лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде каналға тіркеліп отырыңыздар. Сонымен бастаймыз. Бүгінге бізге керегі 2 шай қасық құмшекер, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық ашытқы және де 250 грамм жылы су, 250 грамм жылы сүт, 2 ас қасық сұйық май, 2 жұмыртқа және қажетінше ұн керек болады. Әуелі біз құрғақ қосындыларымызды жылы суға барлығын бірдей салып, біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз және оған жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқаның тек ағы уызын ғана бөліп алып саламыз да, ал сарысын бөлек ыдысқа бөліп алып шекке қойып қоямыз. Оны қазір біз бәлішімізді пісіретін кезде бетіне жағамыз. Барлығы біркелкі болғанша осылай мен венчикпен араластырдым. Егер сіздерде венчик болмаса, кәдімгі вилкамен де араластырып, біркелкі масса болғанша араластырасыздар. Және де бетін жауып 5-10 минутқа жылы жерге қойып қоясыздар. Осымен біздің ашытқы қосылған суымыз дайын. Оны шұғыл ыдысымызға құямыз. Және оның үстіне жылы сүтімізді, сұйық майымызды құйып, және де ұн қосып араластырамыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіңіздер, себебі електен өткізілген ұнның өзі қамырдың жақсы көтерілуіне көмектеседі. Бұл жерде маған 700-750 грамм көлемінде ұн кетті. Сіздер де дәл солай қажетінше ұн қосып, өте жұмсақ етіп қамыр илейсіздер. Қамырды мен әуелі венчикпен араластырдым. Әрі қарай қолыммен өте жұмсақ қамыр илеп алдым. Қамырымызды әбден иін қандырып илейміз, себебі ол да біздің қамырымыздың көтерілгеніне көмектесетін болады. Қамырды 15-20 минут уақыт көлемінде жақсылап иледік. Енді бетін жауып, жылы жерге 1 сағат көлемінде ашығанша қойып қоямыз. Осымен біздің қамырымыз ашыды, дайын. Енді қамырымызды бөлек ыдыстан бөліп алып, теңдей етіп 10 бөлікке бөлеміз. Осы жерде мен қамыр столға жабыспас үшін сұйық май қолдандым. Столға сұйық май жақтым. Егер қаласаңыздар, сұйық майдың орнына ұн қолдансаңыздар да болады. Қамырымызды теңдей етіп 10 бөлікке бөлгеннен кейін жақсылап басын біріктіріп, ыдысқа жинап, міндетті түрде бетіне пищевой пленка қолдансаңыздар да болады. Мен осылай салафанға орап, тағы да 5 минутқа демалдырып қойдым. Осымен біздің қамырларымыз әбден демалды. Енді оны біз жаюға дайындаймыз. 10 бөлік қамырымызды міндетті түрде осылай жайып, бөлек-бөлек етіп қойып қоясыздар. Арасын бір-бірінің үстіне қоймаңыздар, себебі қамыр өте жұмсақ, жабысып қалуы мүмкін. Енді жайылған 10 бөлік қамырымыздың арасына осылай сары май жағып, бір-бірінің үстіне қойып қабаттаймыз.
Айта кетейін, мен бұл жерде 5 бөліктен бөліп алдым. Яғни 5 бөлік қамырдың арасына май жағып қабаттадым, келесі 5 бөлік қамырды дәл солай арасына май жағып, оны бөлек біріктіріп қойдым. Себебі менде оқтау кішкентай, егер сіздерде оқтау үлкен болса, 10 қамырды бірден бір-бірінің үстіне май жағып, қабаттап біріктіріп алсаңыздар да болады. Қамырды теңдей 10 бөлікке бөліңіздер деген себебім осы жерде егер қамырыңыздың көлемі әртүрлі болса, қабаттаған кезде бірі үлкен, бірі кішкентай болып, қазір біздің қамыр жаюымызға өте қолайсыз болып кетеді. Енді бөлек біріктіріп алған 5 бөлік қамырымызды осылай жұп-жұқа кәдімгі еттің қамырындай етіп жаямыз. Қажетінше арасына ұн сепсеңіздер де болады. Және де жайылған қамырдың арасына тағы да сары май жағамыз. Мен бұл жерде алдыңғы бөліп алған 10 бөлік қамырды біріктіріп, оны да дәл осылай үлкен етіп жайып, арасына май жағып орап, және сол қамырды екінші қамырдың үстіне қосып, бірге орап жатырмын. Және де оралған қамырымызды міндетті түрде салафанға салып, ұзатқышқа тағы да бір 10-15 минутқа қойып аламыз. Міндетті түрде салафанға салыңыздар, себебі салафанға салмасақ, қамырымыз қаязып қатып қалуы мүмкін. Қамырымыз дайын болғанша біз бәліштеріміздің арасына салатын начинкамызды дайындайық. Ол үшін бірінші біз стружкасын дайындаймыз. Оған біз 1 стакан ұн және 1 ас қасық құмшекер және де 50 грамм сары май қолданамыз. Мен кәдімгі жайлау сары майын қолдандым. Егер сары майымыз міндетті түрде мұздатқыштан шыққан болуы керек. Егер сары майымызды теркадан өткізу оңғайсыз болып жатса, сары майды ұнға тигізіп алыңыздар. Сол кезде теркадан жақсы оңай өтеді. Осылай жақсылап араластырып, барлық бірдей масса болғанша қолымызбен араластырамыз. Енді біздің қамырымыз дайын, оны осылай жіппен бөліп аламыз теңдей етіп. Менде 25 дана бәліш шықты. Және де сол бөлінген әр қамырды көріп отырғандарыңыздай көлденегінен осылай арасына ашамыз. Және де начинкасын саламыз. Мен жаңа дайындаған ұн, құмшекер және сары май қосқан начинканың үстіне творожный масса пайдаландым. Егер қаласаңыздар, оның орнына кәдімгі творогтың өзін пайдалансаңыздар да болады, немесе мүлдем салмай қойсаңыздар да өз еріктеріңіз. Бұның орнына, творожный массаның орнына варенье, сгущенка немесе сол сияқты басқа да дүниелерді салуыңызға болады начинка ретінде. Осымен біздің бәліштеріміз дайын. Енді оның бетіне жұмыртқа жағып, 180 градус қызып тұрған пешімізде жарты сағат көлемінде 25-30 минут көлемінде пісіреміз. Мен күнжіт септім. Егер сіздер қаласаңыздар, күнжіт сеппей қойсаңыздар да болады.
пешімізді алдын ала қосып міндетті түрде 180 градуста қыздырып аламыз. Осымен біздің өте жұмсақ, өте дәмді ширин гогал бәлішіміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде каналға жазылып, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар.